Сонау 70-ші жылдары жаңадан құрылып жатқан бір совхозға шофер болып бардым. Бір жағы рулас ағайын, бір жағы өзімен бірге машина айдайтын, тапалтақ бойлы келген жылдам қимылды жұмыстас жігіт. Мәке үйін көшіп келгенше біздің үйде жат деп жата жабысты. Жалпы бұл жігітті іште жақтырмайтын едім. Себебі бұны сыртта ел іші тар, орынсыз қызғаншақ, мінезі шатақ, ал аузына арақ десе алдындағы әкесін де көрмейтін, тіпті үйіндегі анасына да қолы тиген қатыгез деп еститін едім. Білмеймін, сондай жағымсыз сөздерді ести тұра жарайды деп айтқанына көніп қалдым. Менің барғаныма шүйкедей кішкентай қара кемпір анасы мен жалғыз қарындасы жүрегі жарыла қуанды. Хош, сол үйде тұрдым деген аты болмаса, совхоздың таусылмайтын қарбалас жұмысынан қол тимейді. Бәкеңнің атын өзгертіп Бәкең деп алдым. Үйінде жаңа үйленген келіншегі де бар екен. Бір күні Бәкеңнің үйіне ертерек келсем, үйі толған ауыл адамдары. Ойбай Мәке, Бәкеңнің қарындасы күйеуге қашып кетіпті. Сен ешқайда кетпе, қазір Бәкең келсе бәрімізді қырады деп үлкен кішісі сабылап жүр. Мен жуынып шайынып, үйге кіріп, салып қойған төсекке қисая жаттым. Анадай жерде бейшара анасы қалтырап, дірілдеп бір бұрышта бүрісіп отыр екен. Әже, неге сонша қорқып отырсыз? Кетсе бой жеткен қыз еді ғой. Өз еркімен теңімен кетті ғой. Ағасы түсінер, неге сонша қалтырайсыз деп едім. Анасы байғұс жылап қоя берді де, ол қыздың қашып кеткенін менен көреді деді. Бәкеңнің әйелі дастархан дайындап жатыр. Байқаймын, ол анасындай абыржып жүрген жоқ. Сөйткенше есіктен әкең, шешең, бабаң деп балағаттап жолдағы үлкен кішіні жапыра басып кіріп келді де бұрыштағы отырған анасын жүрек тұсынан теуіп кеп жіберді. Үй іші у-шу болды. Орнымнан қалай ыршып тұрғанымды да білмей қалдым. Екі көздің арасынан қақырата ұрдым. Көтеріліп барып жарға жабыса қалады. Бірақ есінен танбады. Ұстап алдым да қол аяғын байлап тастайын деп ұмтылып едім. Жанталасып еңбектеп қолтығымның астынан шығып кетіп далаға тұра қашты. Далада қараңғы түсіп кеткен кез таба алмай қалдым. Іздеп біраз жүрдім. Үйге қайтып келсем, ауыл дәрігері келіп талып қалған әжені есін жинатып укол салып жатыр екен. Ал мен болсам, анам алғынды ұстай алмай қалғаныма өзімді ұстай алмай қалшылдап тұрмын. Сөйткенше біреудің жан дауысы шықты. Ойбай, Бәкең сарайдағы сандықтан мылтық алып атайын деп жатыр деп. Жүгіре басып есік алдындағы сарайға кіріп барсам, көне сандықтан қос ауыз мылтығын алып, құрастырып болып, оқ салып беліне байлап жатыр екен. Мені көріп сасып қалды. Мылтығын көтеріп үлгермеді. Секіріп келіп көкірек аузынан тептім. Сол кезде мылтығы ұшып кетті де өзі бүктеле құлады. Мылтықтың дүмі жағымен арқасынан қайыра ұрдым. Қимылсыз қалып етбетінен түсіп қалды. Көзім түк көрмей кетті. Бұл малғын неше ұрғыш найсап қой. Бұны жер бастырғанша майып қылып тастайын деп, етбетінен жатқан оны мылтықтың дүмімен құлаштап ұруға қолымды көтере беріп едім. Жалғызым ғой менің, балам-ау, жалғызым ғой, ұрмашы деп анасы үстіне келіп құлады. Мен мылтықты алып есіктен шығып кеттім. Кейін ойланамын, ана жүрегі қандай кең. Сол жалғыз баласы өзін жүрегінен теуіп талдырып тастады. Және мылтық алып атып тастағысы келіп жүр. Сонда да қаныпезер баласын қорғап, үстіне құлап жылап жүр. Міне мен осы оқиғадан кейін оның үйіне кетіп қалдым. Бірақ анасы маған кетпе деп көп жалынды. Қаншама сорлы ананы аяғанымен ол үйде қала алмадым. Бірақ баласына анасының көзінше айттым. Мен бұл үйде мынау әжемнің ақ ниеті үшін жүріп едім. Бірақ сенің мынау ісіңді көріп тұрып мен қала алмаймын. Бір күні сені өлтіріп тастармын, аман тұрғанда кетейін дедім. Қатынын ұрды дегенін еститін едім. Ал анасын ұрды дегенді естімек түгілі көзіммен көрдім. Кеше сол өзің сабаған анаң менен арашалап алмағанда, я сені мүгедек қылар едім, я таяқ тиіп, сені өлтіріп кетсем, мен сотталып жатар едім. Жалпы мен жас кезімде осылай біреуді ұрып жығып отырып келіп едім. Сені де мені де Құдай сақтады. Енді сен де малғынды көрмейін деп шығып кеттім. Сол ана кейін көп ұзамай қайтыс болды. Анау тас жүрек оңбады, анасының басына да көк тас қоя алмай қаңғып кетті. Ақыры Алматы жақта қаңғып жүріп, өліп, иістеніп кеткен жерінен біреулер тауып алып көміп тастапты. Ол екенін қалтасындағы құжаттан білген. Сөйтіп ол ит өлімімен өлді. Міне анасын сабаған азғынның тағдыры осылай бітті деп Мәкең ағамыз ауыр күрсініп әңгімесін аяқтады.